Сәлеметсіңдер ме 199 топ студенттері. Бүгін біз кәсіби модуль 2 газ жалынмен дәнекерлеу модуліндағы метрология және бақылау құралдарының негіздері пәнінің жаңа бөлімін, жаңа тақырыбын өтетін боламыз. Метрологияның негізгі бөлімдерінің бірі өлшем құралдары. Соның ішіндегі бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз өлшем құралдарының түрлері. Ондай болса, жаңа тақырыбымызға өтейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз метрология ғылымының бір бөлімі өлшем құралдары. Соның ішіндегі жаңадан өтетін тақырыбымыз өлшем құралдарының түрлері. Сабағымыздың мақсаты студенттерге метрологияның негізгі ұғымдарын түсіндіру, объектілері жайында толығырақ мағлұмат беру, өлшем құралдарының түрлерін ажырата білу, өлшеуіш аспаптарымен қолдану. Күтілетін нәтижелер. Студенттер метрологияның негізгі ұғымдарын біледі. Өлшем құралдары және олардың түрлерінің маңыздылығын түсінеді. Жұмыс барысында өлшеуіш құралдармен қолдана алады. Бағалау критерийлері. Сабақтың соңында сендерге тапсырма берем. Сол тапсырманы орындауларыңа байланысты балл жинайсыңдар. Сол алған балдарыңа сәйкес келетін бағаларыңды көріп отырсыңдар. Жалпы метрология дегеніміз не? Метрология өлшеу бірлігін қамтамасыз ететін әдістер мен құралдар және керекті дәлдікке жету тәсілдері туралы ғылым. Метрология үшке бөлінеді. Теориялық метрология, заңды метрология және қолданбалы метрология. Метрология объектілеріне келесілер жатады: шама бірлігі, өлшеу құралдары, эталондар және өлшеуді орындау әдістері. Өлшем құралдары дегеніміз не? Өлшем құралдары дегеніміз шама бірлігін іс жүзінде өлшеу үшін нормаланған қателіктері бар техникалық құралдар. Өлшем құралдарына келесідей түсініктер жатады: өлшем, өлшемдік түрлендіргіштер, өлшеуіш аспаптар, өлшеуіш қондырғылар, жүйелер және өлшеуіш жабдықтар. Өлшем. Өлшем деп физикалық шаманы жаңғырту үшін қолданылатын өлшем құралын айтамыз. Өлшемнің бұл құралдарына кірлер, ұзындықтық ұштың өлшемдері және тағы басқа жатады. Өлшеуіш түрлендіргіштері. Өлшемдік түрлендіргіштер алғашқы алынған өлшемнің санын қолайлы етіп өзгертуге арналған өлшем құралдары. Өлшеуіш аспаптар. Өлшеуіш аспаптар оларға амперметр, вольтметр, термометр сияқты аспап өлшеуіш ақпаратты пайдаланушыға қабылдауға ыңғайлы түрде алуға мүмкіндік беретін өлшем құралдарын жатқызуға болады. Өлшеуіш жабдықтар. Өлшеуіш жабдықтар шаманы өлшеудің қосалқы құралдары. Олар дәлдіктің жоғарғы деңгейі қажет болғанда өлшеу нәтижелеріне түзетулерді есептеу үшін қажет. Енді бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, сендерге тапсырма. Ең бірінші, әр ұғымға сай келетін анықтаманы табуларыңыз керек. Яғни, және анықтамаларды айтып кеттік қой: өлшемдік түрлендіргіштер, өлшеуіш жабдықтар, өлшеуіш аспаптар. Бұның бәрі өлшем құралдарының негізгі объектілері болып табылады. Осы өлшеуіш құралдарының негізгі объектілерінің анықтамасын сәйкестендіріп табуларыңыз керек. Екінші тапсырма: клил әдісін қолданып кестедегі сөздерді үш тілде жазыңыз. Яғни, қазақша, орысша, ағылшынша тілдерде әрбір сөздің бір тілдегі сөзі берілген, қалған екі тілдегі аудармасын табуларыңыз керек. Үшінші тапсырма: кестенің ішінде берілген өлшеу құралдарының өлшем бірліктерін және қандай жерде қолданылатынын толықтырыңдар. Яғни, мына кестеде үш сурет берілген, бұл қандай құрал жабдық, өлшем бірлігі және қай жерде өлшенетінін және не өлшейтінімізді жазып толықтыруларыңыз керек кестеге. Қорытынды. Қорыта келсек, метрология ол өлшеу бірліктерінің әдіс тәсілдері туралы ғылым. Оның негізгі элементтерінің бірі өлшеу құралдары болып табылады. Өлшеу құралдары нақты сандық мәнді, салыстырмалы санды және қателіктерді анықтау үшін керек.